Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Таңғы аста таңғы жаңалықтарымызбен бөлісеміз. Әйгілі WhatsApp мессенджерін жасап шығарушылар командасы қарапайым пайдаланушылар үшін видео қоңырау кезінде оған қатысушылар санын көбейтті. Соңғы уақытта бұл қызмет түрі желіде көп талқыланған. Бұған дейін осы функция қосымшаның бета нұсқасында тесттік режимде қолжетімді болған. Тестілеу өткен аптадан бері жүргізілген. Енді кеңейтілген лимиті бар WhatsApp'ты iPhone үшін App Store'дан және Android смартфондар үшін WhatsApp сайтынан жүктеп алуға болады. Бұл жаңалық шыққан уақытта Google Play'де қосымшаның ескі нұсқасы ғана қолжетімді болған. Жаңарту топты қоңырауға бұрынғы 4 адамның орнына енді 8 адамды қосуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ бұл функцияны жасап шығарушылар осындай қоңыраулардың қорғалғанын және шифрланғанын айтады. Бұл ретте барлық қатысушылар WhatsApp'ның соңғы нұсқасын пайдалануы тиіс. Жаңа нұсқадағы iPhone пайдаланушылары үшін iOS 13 дизайнына сәйкес жаңа интерфейс құрылды. Соның ішінде хабарламаларды басқарудың жаңартылған мәзірі пайда болды. Карантин талаптарының жеңілдеуіне орай Павлодарда саяжай маусым ашылып, тұрғындарының бағбаншылық телімдеріне жеке көліктермен баруына рұқсат етілді. Саяжай аумақтарына автобус және трамвай бағыттары ашылды. Бүгін осы Павлодарда адамдардың автобус күтіп аялдамада тұрған сәті мен адамдарға лық толған автобус түсірілген бейнежазба тарап кетті. Айта кету керек, ол таңертең болған жағдай екен. Осымен біздің таңғы жаңалығымыз өз мәресіне жетті. Келесі күнде кездескенше сау болыңыздар.